Сәлем достар, YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жұмсақ болатын және дәмі өзіме қатты ұнаған лепешканың рецептімен бөлісемін. Мұны негізі Рамазан пидесі деп айтады және Рамазан айында дайындайды. Жылы сүт аламыз, оның үстіне жылы су құямыз, қантты саламыз, құрғақ дрожжи, сұйық май, тұз және екі жұмыртқа қолданамыз. Негізі оның бір жұмыртқасын саламыз және бір жұмыртқаның ағын ғана қолданамыз. Сарысын үстіне жағу үшін алып қоямыз. Осыны жақсылап араластырамыз. Негізі алдын ала апарада дайындап алсаңыздар болады, бірақ мен бәрін сразу араластырып илей салдым. Енді осыған ұнды салып, қолға жабыспайтын жұп-жұмсақ қамыр илейміз. Қатты көп ұн қолданбас үшін кішкене сұйық май құйып, осылай қамырды соңында бір илеп жібереміз. Содан кейін бетін жауып, жылы жерге 1-1,5 сағатқа қамырымыз көтерілгенше қойып қоямыз. Осылай ашиды көтеріліп, содан кейін енді осыны столдың үстін майлап алғаннан кейін ұн қолданбаймыз. Ұнды аз қолдансақ, сонда біздің қамырымыз, нанымыз жұмсақ болады. Енді осыны теңдей 6 бөлікке бөлеміз. Енді осылардың бәрін пергамент төселген ыдысымызға жайғастырамыз 3 жеуден. Қойып болғаннан кейін қамырдың шеттерін кішкене түзетеміз, қисық болған жерлерін. Содан кейін бетін пакетпен не болмаса пищевой пленкамен де жабуға болады. Бетін жапқаннан кейін тағы да осылай енді 30-40 минут тұрады. Яғни қамыр тағы да жұмсару керек және кішкене көтерілу керек. Міне осылай. Енді осыны ары қарай қолымызбен кішкене жұқартамыз. Яғни сопақша лепешканың формасына келтіреміз. Егер қамыр осылай істеген кезде қолдарыңызға жабысқан болса, онда қолдарыңызды суға батырып тұрсаңыздар болады. Осылай барлығын жасаймыз. Содан кейін енді осының үстіне бағана 2 жұмыртқаның 1 сарыуызын алып қалдық. Осының үстіне 2 ас қасық айран саламыз. Мен өзім қолдан ұйытылған айранды қостым. Не болмаса греческий йогурт қолдансаңыздар да болады. Бәлкім магазиннің кефирінде қолдануға болатын шығар, енді оны қолданбадым мен. Содан кейін бетіне кәдімгі ақ күнжіт пен қара күнжітті себеміз және алдын ала жақсылап қыздырылған пеште 230 градуста әдемі болып қызарғанша барлық жері солай пісіріп аламыз. Осылай ыстықтай болып пештен шыққаннан кейін сразу бетін осының полотенцемен осылай жылыдай жауып қоямыз. Өйткені бұл қазір қатты болып тұр, пештен шыққаннан кейін осының астында тұрып, ол жұмсарады суығаннан кейін. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болады бұл лепешка. Және видеоны ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Каналыма міндетті түрде тіркеліп, қолдау көрсетулеріңізді сұраймын. Ас болсын.